Бәрілеріңізге сәлем бердік. Сіздермен бірге Майгүл апайларыңыз. Жаңа жыл қарсаңында Димаш баламыз Қытайға барды. Қандай мақсатпен барғанын енді талқылайық. Аэропорттан Димашты фанаттары гүл шоқтарымен, сыйлықтарымен қарсы алды. Димашпен бірге суретке түсті. Димаш қолтаңбасын берді. Welcome back. Welcome back. 辛苦了，辛苦了，辛苦了。我们很好。来 Thank you, thank you. It's your anniversary. Қытайға келген мақсаты Қытайдың жаңа жылдық бағдарламасына және интернет фестиваліне қатынасады. 26 желтоқсан күні Қытайда жылдың үздік бизнесмендері, әртістері, актерларын марапаттайды. Сонда Димаш қандай өлең айтады деп ойлайсыздар? Соны комментарий арқылы жазып жіберіңіздер. Димаш баламызға жаңа жыл тек қана жақсылық алып келсін. Әлемді әсем даусымен таңдандыра берсін. Қазақ елін биікке көтере берсін. Егер де осындай жаңалық сіздерге ұнаса, көргілеріңіз келсе, лайк басып, каналға пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Show